Екібастұздың Ивер Серафим соборының келушілері үшін қос мереке тұспа-тұс келді. Өйткені ғимарат осыдан 15 жыл бұрын 6 қаңтарда пайдалануға берілген болатын. Сол күннен бастап оның есігі жабылған емес. Діндарлар үшін бұл орын рухани жаңғыру орталығына айналды. Бұл Құдайдың мейірімі. Бізді президент Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев бастаған үкіметіміз жақсы түсінеді. Ол Алматыдағы Вознесенск соборын православ шіркеуіне бергізді. Біз үшін православ пен ислам діні Қазақстан Республикасының екі қанат іспеттес. Мерекеге балалар көп келеді. Өйткені собор ашылған алғашқы күннен бастап жексенбілік мектеп жұмыс істейді. Жуырда тарихи қайта жаңғырту клубы құрылыпты. Мұнда қыз балалар көне киімдерді тігумен айналысады. Біз кесте тігеміз, тоқмат оқимыз, тігіншілікпен айналысамыз. Бұл базарға барып, дайын дүниені сатып алып киюден гөрі қызықты. Өзің тігіп, шеберлігіңді көрсеткенге не жетсін. Соборға келушілер ескіріп кеткен көне кітаптар мен иконаларды әкеліп тапсырады. Мұнда сирек кездесетін көркем өнер туындылары да қалпына келтіріледі. Уақыт өте келе иконаның сыры кетіп бояуы өшеді. Ирина бұларды қалпына келтірумен айналысады. Ал жексенбілік мектепке келетін балалар осы іспен айналысуды үйренеді. Мен қазақстандықтарға бейбітшілік, халықтар арасындағы достықты тілеймін. Барлығының дендері сау болсын. 15 жыл ішінде Ивер Серафим соборы Екібастұздағы нағыз діни, рухани орталық болып қалыптасты. Шаһар ажарын ашатын көрікті ғимараттардың біріне айналды.